Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Бүгін Кітапхана ТВ жобасының кезекті шығарылымын шығаратын боламыз. Жалпы Жамбыл облысы биыл Әулие-Ата кітап оқитын өңір акциясы болып жарияланған болатын. Осы орайда жақсы кітаппен жарқын әлемге атты сұхбат жүргіземіз. Бүгінгі сұхбатымыздың қонағымен таныстыра өтейін. Жамбыл облысы әкімдігінің ақпарат және қоғамдық даму басқармасының жастар ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің директорының орынбасары Мырзатай Медеу Жаналұлы. Олай болса, қош келдіңіз дегіміз келеді. Жалпы қанша адам болса, сонша пікір бар дейміз. Бүгінде соншалықты өзекті сауалдарымызға сіздің бір өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізбен бөліссеңіз дейміз. Ыбырай Алтынсариннің сөзіне сүйенсек, жалпы адам баласы кітап бетін қай кезден ашса, сол сәттен бастап интеллигент саналады дейді. Сізді де бір интеллигент санаймыз, себебі бүгінге дейін біраз кітаппен танысқан екенсіз, оқыған екенсіз. Олай болса, біздің дәстүрлі сұрағымыз, жалпы сол кітаппен достығыңыз қанша жастан басталды? Алдымен кітапхана ұжымына арнайы шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді кітапқа деген қызығушылық 7-6 сыныптан басталды. Одан да 5 сыныптарда да анам кітап жақсы оқиды дейді. Кітапты көп оқыған бала кезінде де кейін анамның оқыған кітаптарының арасында парақтап бір-екі бетін ғана оқып жүрдік та, кейін 1-2 жыл осы 6-7 сыныпқа өткеннен кейін түгелдей жаңағы бір осы 7 сыныптың балаларына арналған кітаптарды оқи бастадық. Сосын естеріңізде шығар, жұлдыздар отбасы, жаңағы аңыз адам деген секілді журналдар көп шығып отыратын. Сол журналдарды оқып бастап отырып, осы 6-7 сыныптан бастап кітаппен деген достығымыз басталды деп айтылады. Жаңағы анам, көбірек анаңызды ортаға салдыңыз. Жалпы отбасында демек кітап жақсы насихатталады деген сөз. Ал енді осыған орай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы бүгінгі қоғамда мынау жастарымыздың кітапқа деген қызығушылығын аздығын сол отбасындағы кітаптың насихатталуының жоқтығынан іздегеніміз дұрыс па? Әрине, оның да өз деңгейінде септігі тиеді. Бірақ адамның өзіне де байланысты. Мысалы, папасы мамасы кітап оқымайтын, бірақ баласы кітап оқитын отбасылар да бар. Енді әр адамның өзіне байланысты деп ойлаймыз. Бірақ та енді алдыңғы арба қайда жүрсе, кейінгі арба сонда жүреді дегендей, осы ата-ананың септігімен, ата-ананың дәріптеуімен, насихаттауымен осындай тұрақты түрде әр отбасыда жүргізіп отыратын болса, меніңше қазіргі таңда кітап оқитын жастар көбейетін еді. Енді оның үстіне қазіргі жастардың арасында кітапты дәріптелмеуі, болмаса кітаптың көп оқылмауы, осы ұялы байланысқа да, телефонға да көп байланысты болып қалды. Сондықтан да қазір көптеген жастардың кітапқа деген қызығушылығы жоғары деңгейде емес деп ойлаймын. Меніңше әр отбасыда емес, мемлекет болып, болмаса қоғам болып, осыны дәріптеп жүрсек, осы кітап бойынша көптеген қызықты дүниелер жасасақ, меніңше қазір жастарды кітап тартуға болады деп ойлаймын. Жалпы бүгінге дейін қанша кітап оқып үлгердіңіз? Және соның ішінде сізге бір ерекше әсер еткен қандай кітаптар болды? Енді кітаптың көбісін осы қарап отырсам студенттік кездерде оқыған екенмін, ал қалғандарын студенттік кезеңнен кейін, оқып бітіргеннен кейін көп кітап оқымаппын қарасам. Демек, осы студенттік шақ осы алтын дәуір деп жатады ғой. Осы алтын дәуірімізде мектебімізде кітапхана болатын, университетімізде кітапхана болатын. Сол жерде көптен кітаптарды парақтап жүріп, кітаптар оқып жүрдік. Енді санын білмеймін. Енді мен кітапты бастап соңына жете алмай кеткен кітаптарым да баршылық. Енді 10 есептесем 60-70-ге баратын шығар. Бірақ 10 есептемеген күн өзде бір 30-40 шақты кітап оқыған шығармын деп ойлаймын, көз өлшемімен бірге. Енді сол бір әдебиеттердің ішінде ерекше өміріңізге әсер еткен кітап болды ма? Әсер еткен осы. Маған студенттік кезде осы әсер еткен кітаптар осы алдымда тұрмын. Махаббат қызық мол жылдар, оң қол кітабы. Сосын маған соңғы кезде оқыған бір кітабының бірі қатты әсер еткен. Өзбек елі және мәдени майдан Санжар Керімбай ағамыздың кітабын арнайлап оқып көрдім. Өте қатты әсер етті. Адамды патриоттыққа, іскерлікке дәріптейтін кітап екен. Енді
өзімізді жаңағы бір жағынан мемлекет қызметте жүргеннен кейін бір жағынан оқып көруге қызығушылық болды. Оқыдық, өзбек елі атамыздың көптеген біз білмейтін әлі біраз ерліктері жайында сөзі қозғалды да, біраз айтылыпты. Енді біз өзбек әлі Жәнібеков деген кісіні танимыз да, бірақ оның қазақ елі үшін, қазақ руханияты үшін жасап кеткен үлкен еңбектерін біле бермейді екенбіз. Осы кітапта осы анық баяндалған екен. Маған осы кітап өте қатты әсер етті. Денем толқып, өзім басқаша бір күйде болады екенсің. Меніңше кітап оқығысы келіп жүрген біраз жастарға меніңше осы кітапты оқыңыздар деп кеңес бере аламын. Бұл кітаптар, сіз айтып отырған кітаптар осы отбасы хрестоматиясы жобасы аясында шығарылып жүрген кітаптар. Бұл кітаптармен бізде таныстық. Ерекше бір осы мәдениет саласында өзінің айрықша бір үлгісін көрсетіп кеткен өзбек әлінің еңбектерін жазады ол жерде. Керемет. Жалпы әлем көз алдымызда сәт сайын өзгеріп жатыр. Бүгінгі жаңалық ертең ескіруде мүмкін да. Ал енді осы кітап қағаздың тағдыры сізді қаншалықты алаңдатады? Сіздің бірінші сұрақ қойдыңыз ғой, жастар кітаптың оқу деңгейі деген секілді. Негізі осыған байланысты болып тұр ғой барлығы. Енді біздің кезінде анамды айтып қалдым, аналарымыз кезінде айтып отырады, кітапты шамның жарығымен бірге оқыдық. Свет болған жоқ, бала кезімізде қатты ғашық болдық. Соның арқасында біраз жетістікке жеттік деп айтып отырады. Енді қазіргі таңда кітаптың аз оқылуы, кітапханаға жастардың ағылып келмеуі, бұл әрине кез келген елдің ертеңін ойлайтын, болашаққа алаңдайтын адамды ойландырады деп ойлаймын. Бірақ енді оның кітапханаларды да бұл жөнінен жұмысын жоққа шығара алмаймыз. Көптеген жалпы жастарды қазіргі таңда көптеген белсенді жастарды болсын, өзіне тарту үшін біршама үлкен іс-шаралар жасап жүргенді көзіміз көріп жүр. Сондықтан да меніңше бұл жерде адамның өзінде деп ойлаймын. Енді жастарды бәріміз де қолымыздан келгенше айтып жүрміз, дәріптеп жүрміз. Оның барлығы осы кітапқа деген алаңдаушылықтан, кітапқа деген жанашырлықтан деп ойлаймыз. Әбіш Кекілбаевтың өзі айтып кеткен ғой, адамды адам қылған кітап, адамзат қылған кітапхана деп. Сол секілді әрбір жасқа айтарымыз осы, егер еліміз өркендесін десек, болмаса жақсы жетістіктерге, адамның енді елімізден былай тұрып өзіміздің жеке жетістіктерімізге де жетсек десек, кітап оқуға шақырамын, осы кітапханаға келуге шақырамын. Өзі түбінде әлемде кітап оқығандар билейді деген сөз бар ғой. Сол секілді барлығын айтарымыз да осы. Егер де жастар белсенді болса, кітаптар ешқашан шаң басып қалмайды деген айтамын. Керемет. Жалпы енді көпшілігінен қазіргі таңда қандай кітап оқып жүрсің деген сұрақ қойған кезде жаттанды болып қалған. Тіпті мына авторлардың тізімін айтады. Мұхтар Әуезов Абай жолы, Нұршайықов Махаббат қызық мол жылдар, тағы да басқа. Сонда бүгінгі таңда осы сынды шоқтығы биік көркем шығармалардың жоқтығынан ба деп ойлаймыз кейде. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі ізденген адамға, қараған адамға тамаша кітаптар өте көп қой. Енді ол сылтау ғана шығар деп ойлаймыз, көп адамды айтып жүрген. Бірақ та негізі ізденіп қараған адамға, негізі адамнан кітап оқып жүргеннен болмаса кітапқа деген талғамы биік адамды өзінің қандай кітаптан оқып жүрсің дегеннен ақ білуге болады ғой. Негізі көптеген адам кітапта қандай кітап оқып жүрсің десе, жаңа ерекше кітаптарды айтады, болмаса бір әлемдік деңгейде кітаптар оқып жүрген адамдар, демек олар кітапты майын ішкен адамдар деп атады. Біздің арамызда кітап кеміргіш деген әңгіме болушы еді бұрын. Сондай бір кітап кеміргіш адамдардың әңгімесі деген секілді. Сондықтан да меніңше бұдан да биік, шоқтығы биік қазақта жазушылар өте көп. Оны санап саны да жете алмайтын шығармыз. Бірақ та енді сондықтан да кітап оқушының өзіне байланысты деп ойлаймын енді.
Жаңа өзіңіз кітап кеміргіш деп айтып жатырсыз ғой. Енді қарап отырсақ, адамдарды екі топқа бөлеміз ғой. Бірі кітап оқитындар, бірі кітап оқымайтындар деген сияқты. Дегенмен кітап оқыған адамдар оқымағандарға қарағанда өзгешеленіп тұрады. Оның киім киісі, жүріс тұрысы, сөйлеу мәдениеті деген сияқты. Сонда адамның айырмашылығы сол кітап оқығанда деген пікір қалыптастыруымызға бола ма, қалай ойлайсыз? Әрине, енді кітап оқыған сайын адамның көкжиегі кеңейе түседі ғой, өмірге деген танымы өзгереді. Кино арқылы көргеннен гөрі меніңше кітаптан оқыған кейде әсер болып жататын сияқты адамдарға. Сондықтан да осы кітап көп оқыған адамның өмірге деген көзқарасы да, айтар ойы да түйдек дәйекті сөйлейтін болады деген секілді. Сондықтан да кітап оқыған адамнан, кітап оқымайтын адамның ерекшелігі сода деп ойлаймын. Өмірге деген көзқарасы, киім киісін білмеймін енді, ол адамдардың несіне айта алмаймыз, бірақ та рухани жағынан алатын болсақ, одан ерекшелік байқалады. Енді бір кітап оқымай-ақ басшы болып жатқан адамдар бар, мысалы 11 сыныпты оқып, 11 класстық білімді алып та басып жүрген адамдар бар деген секілді. Сондықтан да одан айырмашылық болмайды, қызметте айырмашылық болмайтын шығар, бірақ адамның рухани тұрғысынан, өмірге деген көзқарас тұрғысынан үлкен айырмашылықтар байқалады деп ойлаймын. Дегенмен кітап оқып та жетістікке жеткен тұлғаларымыз да аз емес. Өте көп. Жаңа кино көргеннен кітап оқыған көбірек абзалырақ дедіңіз ғой. Енді бүгінде міне дәуір технологиясының өркендеп тұрған заманы. Дегенмен де кітап оқымайды деген пікірмен де келісе алмаймыз. Себебі әлеуметтік желілер, интернет барысында көбінесе аудио кітаптар толыққанды қазір таба аламыз. Кептелісте тұрсақ та, қалаған жаңағы уақытымызды тиімді пайдалану мақсатында кез келген құлаққапты тығып, құлағымызға киіп алып, әдебиеттерді тыңдай алады. Дегенмен де қайсысы қолайлы деп ойлайсыз? Кітаптың өзінің есін ескеп парақтап оқыған абзал ма, жоқ осы аудио құлаққаппен тыңдаған жақсы ма? Өзіңіз айтқандай, сол кітаптың есін ескеп жаңағы оқыған абзалырақ деп ойлаймын. Өйткені өзім де аудиомен тыңдап көрдім, оқушы кезімде осы Абай жолы романына қатты қызығып, бірақ та енді оны тілі ауыр болғаннан кейін тыңдап көрейінші деп тыңдап көрдім, бірақ бәрібір де мен екі парағын оқығандай сонда түсінік қалдырған жоқ. Сондықтан да меніңше кітапты оқыған дұрыс деп ойлаймын. Кітапты сезіну керек сияқты, парақтау керек сияқты, еңбектену керек сияқты, шаршау керек сияқты. Содан кейін барып адам түсінетін сияқты. Енді аудиомен шаршағанды шығару үшін болмаса қалай болады? Сондай бір неде оқымасақ, бірақ ең дұрысы кітапты оқыған дұрыс, ең дұрыс нұсқасы. Ал жалпы бүгінгі таңда көптеп тиражбен шығарылып жатқан психологиялық, мотивациялық кітаптар өте көп. Жастардың сұранысына ие десем де болады. Ал сіздің көзқарасыңыз қалай? Қызығушылығыңыз қалай сол кітаптарға? Мен өзім психологиялық кітаптар оқымайды екенмін, оқып та көрмеген екенмін. Бірақ та енді оқып жатқан жастарды да көрдік, замандастарымыздың да біразынан байқадық. Осындай кітапқа қызығушылығы жоғары деңгейде, оны меніңше өзім де ойлап жүргем. Бірақ енді оны оқитын да бар, арасында оқымайтын да бар, кәдеге жарайтын да бар, кәдеге жарамасы да бар. Енді оны талғамы жоғары адам ажырата алады деп ойлаймын. Мен кейде бір ойды айту үшін бір кітап керек болады, кейде бір кітаптағы ойды айту үшін бір кітаптың несін бір-ақ ой жеткізеді деген сияқты. Сондай кітаптар сияқты, онда таңдап арасынан дұрысын жібі түзуін таңдап оқыған дұрыс сияқты. Қазір жастарға да, замандастарыма да айтатын осы. Жалпы енді өзіңіз алдыңызда тұрған кітаптарды атап өттіңіз, оқыдым деп. Енді осы оқыған кітаптарыңыздың қаншалықты өзінің тақырыбымен ішіндегі оқиға желісінің арасында байланыс бар? Соны біздің бір оқырмандарға түсінікті етіп жеткізе кетсеңіз. Оң қол кітабын оқу жеңіл болды маған. Бір психологиялық бір арпалысқа құрылған дүние ғой бұл оң қол кітап. Тез түсінікті, арасында сезімге де беріліп аласың. Соңында қиын немен аяқталатыны бар. Оң қол кітабын оқу қатты қиын андай болған жоқ. Қиындық тудырған жоқ. Жеңіл басталып, тез аяқталып қалды. Тоймай қалған сияқты болып қалдық бір жағынан. Ал махаббат қызық молжыдар, бірақ жақсы, қызықты, бірақ бұны оқу үшін де кішкене не керек сияқты, қажырлы еңбек керек сияқты деп айтсақ та болады.
өйткені мен бұл кітапты оқыдым, көп уақыт оқыдым Махаббат қызық мұрындар. Өйткені студенттік кезде осы кураторымыз айтты, 18-ге толған жастар болсаң, 18-ге толдыңдар, сендерге ең дұрыс кітап Махаббат қызық мұрындар дегеннен кейін қызығушылық болып алып оқыдым. Ұзақ уақытым кетті деп айта аламын. Енді бір уақиғаға секіріп отырады бұл жерде, соғыста әңгіме айтып кетіп, сол негізгі желіге ауысады деген секілді соларды оқып отырып біраз уақытым кетті деп айта аламын. Бірақ уақытым кеткен үшін өкінбеймін. Өйткені таза сезімге, мөлдір сезімге құралған, адамның нағыз ішкі ойларын, ішкі сезімдерін, ішкі рухани сезімдерін көрсете алған нағыз шебер жазған деп айта аламыз атамызды. Сондықтан да бұл екі кітапта бір-бірінен қалыс қалмайды, бір-бірінен кем емес. Сондықтан да қазіргі 18-ге толған, 20-ға толған, кеудесінде махаббат ұрып тұрған жастар үшін осы екі кітапты оқуға да кеңес беремін. Өте қызықты және адамға бір ерекше сезім сыйлайтын кітаптар деп ойлаймын. Осы кітаптарды оқуға кеңес беремін. Және бұл тақырыбын да ашып нақты түсіндірген. Бұл кісілер енді шебер жазушылар ғой, заманның заңғар тұлғалары. Бұл кісілердің жазушылық несінде ешқандай әңгіме айта алмаймыз. Сондықтан да барлығы түсінікті, барлығы өз орнымен. Сондықтан да осы кітаптарды оқып жүрсек ешқандай кемшілік болмайтын шығар. Керемет. Бірде бір адам данадан білім артық па, байлық артық па деп сұраған екен. Сонда данадан әлбетте білім артық. Білімді жұмсаған сайын ол көбейе түседі деген, ал байлықты жұмсаған сайын ол азая түседі деген айырмашылығы сонда деген. Керемет. Біздің кітапханамыздың оқырмандарына өзіңіздің бір айтар кеңесіңіз болса, Ғанибет? Енді қазіргі таңда өзіміз айтып жатырмыз ғой, кітап оқитын жастар аз деп. Қазіргі жастарды бүгінгі кітап оқуға бірыңғай шақырамыз. Осы кітапханаға келіп ойларыңызбен бөлісіп, кітаптар оқып, өздеріңіздің білімдеріңізді шыңдап, қазіргі қоғамға өз пайдасын тигізетін үлкен азамат тұлға болуларыңызға тілектеспін. Келіңіздер, кітап оқыңыздар, бірге білімімізді жетілдірейік. Сіздерге де көп рахмет, арнайы шақырғандарыңыз үшін. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сізге де арнайы бізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге, өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді ортаға салып, біздің оқырмандарға осындай бір кітаптарды ұсынғаныңызға шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіз бен біздің оқитын әдебиетіміз таусылмасын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.